Достар, 200 жыл бұрын қазақ қыздарқан Cartier, Tiffany таныстырамын қазір сіздерге. Косметичкадан бастайын. Қараңыздар, 200 жыл бұрынғы косметичка осындай. Әтір үшін мынадай міне бүйтіп аузын ашып қойып, әтір сеуіп жүрген, қамзолдың ішіне сақтаған. Ал төменгі жақта мынандай тіс шұқитын, құлақ шұқитын және пинцет. Қазақ қыздары қасын жұлмаған дейді ғой, бірақ енді пинцет бар. Және 5 білезік деген, міне қараңыздар, екеуінің айырмашылығы неде? Мынаны аналар таққан, мынаны қыздар. Қараңыздар, егер екі ғана сақинасы болса, демек күйеуге шықпаған қыз, үшеу болса, күйеуге шыққан қыз, өз жұрты, нағашы жұрты төркіні деген сөз. Ал мына жерде құс тұмсықты сақинасы бар, аналар менің қызымның басы болса, айттыруға болады деген сөз. Ешкім қызымды ал деп сөзбен емес, ыммен, жынмен, әшекеймен білдірген. Мен жақсы көретінім бұл өңір жиек, достар, қараңыздар, қыздың 3 этапы. Бала күні, бойжеткен шағы және ана болған кезі. Мына төменгі жақтағы бала саны және баланың жынысы, қараңыздар, ромбиктер қыздар, ал домалақтар бұл ұлдар. Демек 5 баласы бар, 2 қызы, 3 ұлы бар дегенді білдіреді. Ал мынау құдағи жүзік, бұның мәні тереңде. Қазіргідей WhatsApp-қа жазып, қызым қалың қалай, жағдайын қалай деп сұрау жоқ. Қаншама шақырым жерге қызын жібереді. 1 жылдан кейін қайтып келгенде қызының жағдайы жақсы екеніне көзі жеткен анасы құдағиына жүзікті сыйлайды. Қараңыз, 2 саусаққа тағылған, 3-ші және 4-ші бұл 2 отбасы тату тәтті өмір сүріп жатыр дегенді білдіреді. Мұның барлығы даналық, достар, еш сөзсіз әшекеймен қыздың табиғатын түсіну, оны қадірлеу.